Облыстық қоғамдық келісім кеңесінің ашық есік форматындағы кеңейтілген отырысында жиынымызда облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы Имандосов Самұрат Жұманұлы. Әрине жер ғасырлар бойына ата-бабамыздан келе жатқан қастерлі дүние, қасиетті ұғым. Сол комиссияның регламенті, келешек жұмыс істеу жоспары деген 4 комиссиялардың құрамын бекіттік, солардың төрағаларын бекіттік. Басшысы Қойшыбаев қатысып отыр. Қазір хабарлама жасауға сөз береміз. Şimdi қабылдауымыз керек. Соған әдейі мемлекетсіздермен бүгін сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Басқа сұрақтарыңыз болса дайындап отырыңыздар, шетінен сосын әңгімеге көшейік. Сұрақ, жауап және осы реформаға байланысты көзқарасын жинақтап жатыр. Қазір бүгінгі таңға Самұрат Жұманұлы комиссия жұмысының сізді қоғамдық кеңестің төрағасы есебінен облыстың атынан бәріміздің осы қызылорда өңірінің сіздің өзіңіздің ұстанымыңыз, жаңа айтып кеттіңіз ғой, менің өзім ойым деп. Негізінде халықтың, облыстың халқының ұстанымын жер заңы сатылуы және арендаға беру жөнінде ол комиссияда халықтың атынан сөйлеуіміз үшін бірінші осы кездесудің бірінші болу керек. Содан кейін барып сіз комиссияға өзіңіздің ойыңызды, халықтың ойын айтуыңыз керек. Енді кешегі екінші талқылауда сіз өзіңіздің атынан өзіңіздің ойыңызды айттыңыз ғой. Мен сіздің өзіңіздің ойыңызды білгім келіп тұр. Жер сатылмасын, сатыла ма, сатылмай ма деген екінші кездесу болды ғой кеше. Сұрағы сол болды. Сол жөнінде. Сосын ендігі болатын арендаға беру жөніндегі өзіңіз ұстанымыңызды білгім келеді. Содан кейін екінші сұрақ болады. 6 есе еңбек өнімділігі ондағы төмен. Европадағы бөтен мемлекеттермен салыстырғанда 25-30%-ға төмен. Сондықтан қазіргі кездерде оны әрмен қарай жаңа тіршіліктің көзіне айналдырып реформа жасау үшін ол жерге көп мерзімде салынатын қаржылар салыну керек. Яғни айтқанда инвестиция тартылу керек. Арендалық құқықпен тұрған кездерде ол қаржыларды салуға ондай мүмкіншілік жоқ. Енді жеке меншікке салатын болса, ол кездерде жеке меншікке алған жерді кепілдікке қойылады. Сосын ол жердің барлығы егері болғаннан кейін ол құнарлығымен одан алынатын өнімге жұмыс істейтін болады. Сондықтан менің өзімнің түсінігімде жерді жекешелендіру ол қажет, ол қазіргі заманның талабы. Бірағынан жекешелендіргенде оған пайдаланатын берілетін құқық. Біздің бұрындағы конституциямызда да кешегі қабылданып жүрген жер кодекстерінде жазылған Қазақстанның жері тек қана Қазақстан азаматтары үшін ғана жекешеленеді. Шетелдіктерге жер жекешеленбейді деген. Сондықтан біз жерімізді жекешелендіруден қорықпауымыз керек. Мына сол жерменен айналысып тіршілік қылып жүрген инвесторларға сондай мүмкіншілік жасап, сол жаңағы жерді оборотқа қосуымыз керек. Оның бер жағында жаңағы біздің арендаға береміз деп отырған жерлерде аренда деген құқықта ол бұрында да бар. Бірағынан ол кездердегі құқықта ең бірінші 2003 жылғы кодексте 10 жылға дейін деп шектеген. 10 жылға дейін шетелдіктерге. Бірақ соған бір шетелдің адамы келіп, соған арендаға жер алмады. Яғни айтқанда ондағы мәселе неге алынмады? Себебі жерге салған қаражат ол 1 жылда, 2 жылда, 3 жылда, 5 жылда онда қайта қоятында мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан жерге салған қаражат инвестицияның барлығы 10 жылдан кейін ғана барып өзін-өзі ақтап қайтара бастайды. Сондықтан біз шетелдіктерге берем дегенде оның да құқықтарының барын шектеп, приграничный аудандардың барлығыдан ондай арендаға, ондай шетелдіктерге берілмейді. Оның да жаңағы шекарадан қанша жер қашықтықта болып кіріп іштегіден беріледі, оның барлығын ертең заң жүзінде бекітіледі, қайтадан қосымша. Оның бер жағында ол шетелдіктерге берілетін жерлердің барлығы 25 жылға беріледі деген құқықта оларға 14 жылда олда үкіметтің қаулысымен 2003 жылғы шыққан заңға ол күшіне енген. Бірағынан қазіргі кездердегі мына болып жатқан халықтың ортасындағы жаңа айттық қой резонанстарға байланысты соның барлығына шектеу қойып мораторий жарияланып тұр. Сондықтан мен өз басым пікірімді білгім келсе, менің де айтып отырғаным 25 жылға шетелдікке болса да беруге болады. Себебі
Бізде ол жерді шетелдерге бергенде Қазақстанның азаматтары пайдаланып, я соның пайдаланам деп инженерлердің бәрін тартып алып берем деген ұғым жоқ. Бізде қазіргі айналымға қосылмай тұрған пәленбай миллион егесіз тұзданып, арам шөп басып, обороттан шығып, мына айналымнан шығып қалған сол жерлерді қайтадан орталыққа қосу үшін соған байланысты бұл шара бару керек деп есептеймін. Түсіндім. Оған үстіне үй салу, басқа оған тыңайтқыш енгізіп, өзіңнің жерім деп пайдалануды, оны жақсартуды бәріміз білеміз. Бірақ сіз айтып отқан жаңағы халықтың қорқынышы, кешегі наразылығы, ең бірінші сол жердің сатылуында емес, сол сатылғанда әркімнің қолында кетпей ма, жең ұшынан жалғасып, көз қысты, бармақ бастымен бүгінгі ертеңгі шаруа ала ма, ала алмай ма. Сосын екінші мәселе, сатылған жағдайда қазір өзіңіз білесіз, аукцион арқылы өткенде ол сіздердің комиссияның отырысында да қасыңыздағы комиссия мүшелерінің аузынан шықты. Ертең жерді сатып алған жаңағы өзіңіз айтқандай банкіге қояды, ол ертең бізде рисковый земледелие дейді ғой, егін шықпай қалып, ол банкінің меншігіне кетіп қалуы кепілдікті. Ол бірінші қорқыныш. Екінші қорқыныш, жерді дұрыс баптамаса, күтпесе қайтып аламыз дегенге құзырлы органдар біздің оған қауқары жете ма мәселесінде. Қала өйткені оны осы жерде айтты, қаланың ішінде де басқа жерлерде де берілген жерлер, жаңа апамыз айтып кетті, анау жерде саяжайда тұрып жатырмыз деп. Қаланың ішінің өзінде қаншама жерлер, осыдан жер Сәулет микрорайонында 10 жыл бұрын берілген жерлер бар. Бірақ заң бар, 3 жылда қайтып алу деген. Неге соны құзырлы органдар жаңа өзіңіз айтқандай қайтып аламыз, басқа аламыз десе, соны неге қайтып алмайды? Не халық көзін соны алдында, көз алдында соның бәрін көріп отқаннан кейін қарсы. Екінші аренда мәселесі. Неге өткенде облыс әкімімен бір кездесу болғанда, біледі осы жерде отырған кісілер, бір үлкен ақсақал айтты, неге жерді сатуға, жерді тиімді пайдалануға осы тұрғанда мәжбүр болып отырмыз? Неге бүгін ғана сол мәселе қатты көтеріліп отыр деген әңгіме айтты, оған ешкім жауап берген жоқ. Неге мәжбүрміз? Осы тұрғанда жерді сатамыз, арендаға береміз, шетелдіктер береміз, тиімді пайдаланайық, басқа қылайық. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, жер бәріміздің меншігіміз, оны бір адамның да, 107 депутаттың да, кешегі сіздердің 36 комиссия мүшесінің де оған сатылсын, арендаға берсін деуге құқығы жоқ. Ол тек референдум арқылы шешілу керек. Өйткені ол жалғыз менің, сіздің балдарымыздың болашағымыз, осы елдегі барлық халықтың болашағы. Сол ұрпақтарының ата-бабамыз аманат етіп кеткен нәрсесі. Жанқожа мен Сартайдың қан төгіп қорғаған нәрсесі. Оны біз қазір шешім шығарып сатамыз, я болмаса басқа қыламыз деуге ешқайсымыздың да құқымыз жоқ. Сондықтан менің сізге айтарым, ол жалғыз менің көкейімдегі нәрсе емес, оны біз өткенде депутаттарға да айтып жібердік, олар да айтамыз деді, сол мәселемен келісті. Сол жерде жаңа заң туралы айтып жатсыз. Осыдан 2004 жыл ма артып бұрындар статьясында Серік Теңізбаев деген жерде осы жерде 14 өзгерісін берді. Сол жерде сол заңда айтқан кезде сол жерде заңға қате кеткенде сол юстиция, мен айтсам оны, мына жерде отырған бар, көшеде сауатсыз адам айтса, юстицияның басты. Қалай жұрттар көшеге шығып, наразылығын білдіріп, бір-бірін дөбеңкімен ұрып атқан кезде ол заңда қате кетеді. Сондықтан менің өз ойымда, осы жер менің өзімнің жанұямның ойында, жолдастарымда бірталай адам бар, оны хаттар ертең жаңағы айтқан телефонға звондасын десе де звондаймын, жазбаша беруге де бар. Бірақ менің ойым, тап қазір елімізде жемқорлық жайлап тұрған кезде, құзырлы органдар бұл жерді қайтарып аламыз, басқа қыламыз дегенге ешқандай қауқары жоқ кезде, жең ұшынан жалғасу бар. Оны сізде, басқа да, даже президенттің өзі де мойындап отыр, жоққа шығарылмайды ешкім. Сол кезде біз жерді сатамыз деуге, пәленбай жылдан бері қазақтың жері болған, осы жерде аштықтан да, басқадан да, небір нәуметтен осы жердің арқасында қалды. Жалғыз қазақ халқын емес, ол басқа ұлттардың бәрі осы жерге сол жердің арқасында мал егіп, егін егіп, соның арқасында аман қалды. Ал оны бүгінгі күні сатамыз, Қытайға арендаға береміз. 1% Қытай 20 миллион болма қанша болады? Жетіп жатыр бізге соны. Оған арендаға бергенде, мен өткенде айттым, облыс әкімімен кездесуде айттым. Осы жерде 32 миллион халқы бар, мына отырған Өзбекстан елінің 10-15 мың азаматы бар. Соны кеше 4 күнде 1000 адамды ұстадық деді осы Қызылорда қаласында. 1000 адамды. 10-15 мың адамнан. Қайда қалған? Соларды реттей алмай жүргенде, Қарақтайдың реттейміз, ертең келгенде солар тәртіппен жүргіземіз деу, меніңше қазір ерте. Қазір біледі. Осы қаланың тұрғынымын. Және мына қайталап айтып жүрмінші, мен естпей қалдым.
Ержігіт ұлы Әділхан, қаланың тұрғынымын, Қызылорда қаласының. Жалпы мамандығым экономист. Ол болашақ ұрпақтың сыртынан тоң пішіп, біз мына жерді сатамыз дегеніміз ол негізі ақылға қонбайтын нәрсе. Логически дұрыс емес нәрсе. Біреудің сыртынан шешім шығарады. Оны бірден қойыңыз. Екінші, мынау 2003 жылғы жаңағы сіз сипалап айтқан жер кодексі бұнда да жазылған. Жерді қадірлеу керек, қастерлеу керек, күту керек. Сосын мынау инспекция бақылау керек. Осының бәрін дұрыстау керек. Осы мынауған беріледі, мынаған берілмейді деп онда да жазылған. Бірақ енді сол берілген жердің өзін, мысалға мынау өндірістік жаңа кадастр бөлімі. Айыске салды, басқаға салды деп, мына бүкіл дашылардың, үйлердің, мына белкөлдің бар, мына нең бар, наурыздың бар, бәрін бар, бірімен бір қырқыстырып жатыр. Ол неге? Себебі жер жеке меншікке айналғаннан кейін ол пайданың көзіне айналады. Ана пайда тапқысы келеді. Қазір қараңыз, жер кадастрымен, мына жер бөлімі комитетінің инспекцияның маңына барыңыз. Машинадан шетелдің жаңағы жиптерінен кіре алмайсыз ана жерге, конторға. Себебі ол қаяқтан келіп жатыр. Соны жерді сатқаннан кейін, соның үстінен пара алғаннан кейін, содан пайда алғаннан кейін келіп жатыр. Болмаса сол айлығына солар сонда жиып ала ма? Я болмаса әке шешесінің байлығы бар ма? Сөзіңіз қандай? Осыңыз жер сатылмайды. Жалға тек қана Қазақстан тұрғындарына ғана беру керек. 25 жылдан бастап тұрғандарға. Шетелге еш уақытта жалға да берілмеу керек, сатылмау да керек. Соны осы жердегілер білмейді деп отырсыз ба? Мына кодекстің жаңағы 15-16 бабы бұзылып, прокуратура осы жердегі облысной қаладан бастап, облыстық сотыңа дейін бәрі біліп отыр. Ол кепілдік бермейтін болса, әкімнің шешімі кепілдік бермейтін болса, мемлекеттік госакты тіркелген кепілдік бермейтін болса, 10-15 жылдан кейін тартып алатын болса, ана кісі жүрәні мысалы жаңа көрсетіп жатыр. Сол сияқты осы жерде мыңдаған адам жүр. Ол кепілдік бермейтін болса, оның заң не керегі бар? Біз депутат сайлап не керегі бар? Қаншама ақша шығын қылып. Егер біз мынау кодекске ертең өзгертеміз, түкте болмайды, қайта одан сайын жаман болады. Өйткені сыбайлас жемқорлық деген етек алған қазір бізде. Сондықтан ол ешқандай да пайдасы жоқ. Тек қана ең біздің қалғанымыз жер. Мысалға, қазір мына жерде осы Қызылорданың өзінде Қытайлар сатып алып жатыр. Менің өзімнен де келіп жер сатып аламын деген 3-4 жылдан бері. Соның бәрін ұйықтап отырасыздар сіздер. Өздеріңіз ойлайсыздар, ол халық түк білмейді, біз білгішпіз деп. Халық көріп отыр ғой, сосын барып ашылады. Білмейді көмек. Сіз Қытай келіп бізді жарылқайтасыз. Қытай. Соны айтамын, сол жерді сатқанның кесірінен бәрі. Енді сіз жерді сатуға қарсысыз. Қарсымын. Арендаға да беруге қарсысыз. Қарсымын, шетелге арендаға да беруге қарсымын. Едіге Сырдария ауданынан келіп отырмын. Менің қояйын деген сұрағымды алдымда іншек қойды, өтеп берген едіге. Мен біріншіден сіздің көзқарасыңызды білгім келген, оған қандай сіздің позицияңыз, не ұстайтыныңызды өзім сұрақ қылып айтқан, ол іншек қойды. Бұл жерде енді бірақ түсінік бар. Қазір осығанда халық пен билік екеуі екі түрлі түсінік қалыптасты. Халық сатпасын дейді. Үкімет қалай да болғанда халықтың жаңа алдасын, арбасын өтірік және жасасын айтып, сонымен не болғанда сатумен жаңа аренданың несін жасау керек. Осындай қанша халықты өстіп иіріп алып, өтірік айтып. Аға болмайды ғой. Мен өзім сояқтан Сырдария ауданында 200 гектар жер күріш егіп даже. Бар ненің бәрін эксперименттей ма? Соның бәрінің өткен адам. Мен жеке өзім жұмыс істеймін деп бір өзім 200 гектар күріш ектім. Сонда бұл неге жалғыз өзі фамилиясын көзін шығып айтпай-ақ қойын. Бірақ ауданның әкімі неге бұл өтеп берген бір өзіге 200 гектар күрішті? Неге совхоз неге екпайдан 200 гектар күрішті? Неге бір өзіге деп мені совхоздан жалдап отқан тракторымды, жалдап отқан комбайнымды бір күнде айдап кетіп, ағау, жер сатылмасын. Мен мына осыда
бір өзім нетіп қой жоқ. Мен осы ағайындардың сөзін жинақтап келіп бір қағазға түсіріп отырмын. Міне, мен сізге қазір беремін бұны. Иә, үкіметке неге бересіз? Бастайын, Малымбаевтың жүрекпін, осы жолда қасым тұрғын. Жаңағы айтылған сөздің бәрі сол халықтың ойында сөз деп ойлаймын. Қайта-қайта айта берген қажет жоқ деп ойлаймын. Бір сөз айта берген оның бәрі май шықпайды ғой. Халықтың сөзін естідіңіз ғой, жоғары жеткізесіз. Халық қарсы, ол жаңағы Қытайға сол шөбін жемей-ақ қазақ өмір сүріп жатқан пәлені жылдан бері. Ол әшейін әңгіме, оны үйтеміз, бүйтеміз. 2000 ғасыр болды, ол жер шіріп жатқан жоқ. Әшейін мынау жоғары жақтың сылтауы, кәдімгі халықтың басын бүйтіп айналдырып, әйтеуір халықтың бас бүйтіп қалды, не айтарын білмей қалды халық. Биліктен бір қорқады, депутаты мынау қасып жүріп сұрақ қойып жатса. Өйткені телевизордан бәрін көріп отырмын. Бәрі естіген жоқ, бәлен естімес, бәрі естіп отыр. Шырылдап жүрген әйтеуір жаңа. Қазіргі мынау жас шенеуніктер біле бермеуі мүмкін. Өйткені олар әдебиет оқымайды. Егер абай жолын сосын мынау дарабозды оқыса, мемлекеттің тарихымен және жердің тарихын білген болар еді. Бұл бір нәрсе. Жерге қанша боздақтар қан төкті. Жай ғана Қошқарбаевты айтайын, 300 метр жерге 8 сағат еңбектен. Мінекей жердің құны қайда жатыр. Адам өмірінің құны қайда жатыр. Бұл екінші. Ал енді жаңа мынау саясатта айтылып жатыр, шетелдердің барлығы Англия, Франция, бұның барлығы Австриядан бәрі жер сатып жатыр дейді. Мінекей мына жерде кішкентай ғана алақандай Моңғолияның тәжірибесін алайық. Моңғолия көршісінде 1 грамм жер, 1 сотық жер сатпаған. Неге? Қараңыз, Қытайға біз 25 жылға беретін болсақ, сол жерде 3 ұрпақ жалғасайын деп тұр. Үйленеді, 25 жылда 3 ұрпақ болады. Ол жаңа келген жыл үйленеді, келесі жыл 9 айда бала келеді, 18 жылда ол үйленеді, сонымен Қытай бізде қалады. Ал шығарып көріңіз. Мысалға Шыңғыс Айтматов айтады, ана, жер, ана. Мен қалай айтамын? Біздің анамыз да жер, баратын жеріміз де жер. Сондықтан шетелге, әсіресе Қытайға 1 сантиметр жер жалға беруге болмайды, сатып емес. Жалға берілді ме, сол жерде ол қалды. Еш істей алмаймыз, өйткені артымақта. Біз мына орысқа да беріп отырмыз ғой. Қанша гектарды шашып отыр, соның өтем ақысын да ала алмай отырмыз. Оған өйткені ар жағы оның ешіміқті болып тұр. Сондықтан осы бастан біз өтеміз қазір. Біз енді өзіміздің ұрпағымызға тыныштық қалдырайық. Ертең біз не айтамыз ұрпақтарымызға? Соны ойлайық, біздің уақытымыз өтті. Аларымызды алдық, жерімізді жедік, бірақ ұрпағымыз бар. Жақсы. Осы. Мен нақты айтатын, сатылмасын, жалға да берілмесін. Елбасының тапсырмасына сәйкес үкіметтен жаңа 75 адамнан тұратын. Онда да социал-демократия партияның да өкілдері бар. Онда Алаштың да өкілдері бар. Ондан Нұр Отанның өкілдері бар. Мен сізге түзету енгізейін, Алаштың барлық қозғалысының мүшелерінің өз еріктерімен бастарын тартып шығып кетті. Біздің партияның төрағасы да 2 отырысқа да қатыспады. Белгілеген күні бар, сол күніне шейін күшін жоймай тұрады. Соған дейін біз мына комиссия елбасының тапсырмасына сәйкес мына кодекске енгізіліп отырған өзгерістердің барлығы мен құжаттарын бәрін дайындап парламентке бекітуге ұсынуымыз керек. Сол парламенттен бекіп шыққанға шейін мораторий күшінде. Сол уақытына шейін. Рахмет. Қазір Социал-демократия партия деген бүкіл халықтың атынан айтуына сізге де онда құқық берілмеген. мен сізге өзімнің сұрағымды қойып отырмын. Мен сұрағыңызға жауап берейін. Халықтың атынан пайдалану үшін оның құқықтық лауазымы болады. Жаңағы комиссияның мүшесінің ішінде де болды ғой адам, сіздердің өкілдеріңіз. Ол қатыспайды деді, оның еркінде, мысал үшін. Ешкімде айтып жатқан жоқ. Бірағынан ол комиссияны мен құрмаймын, мен құрған жоқпын. Қызылорда облысының комиссияға мүшелікті бізде Қызылорда халқының облысында бірде-бір халықты бір ауыздан таңдаған жоқ қой. Сұрақтарыңызды қазір бәрін тыңдап болайын, сосын бара жол айтам. Сөйлейміз, бір түрлі бір жағдай болып тұр. Кешегі 21 күні мен площадьқа келіп көрейін дедім, бұл не болып жатыр деп. Сөйтсек, ар жерден білсе қойған, бізді жібереді, бірақ ана жас жігіттер барады, оны жібермейді екен площадьқа. Ай, жұрт осындай айтсын да келіп. Мен комиссияның мүшесінде сіз қатысып отырсыз. Осы мынау айтып отқан жаңа адамдардың ұсыныстарын енді толық болмағанмен қысқаша келтіріп, анау үлкен комиссияға жеткізу керек дейді. Ол өтірік емес, шын айту керек. Ал ол екі жер тек арендаға беріледі, тек Қазақстан азаматтарына. Тек Қазақстан азаматтарына. Ал егерде инвестор тартқыларыңыз келсе,
Оның да жолдары бар. Беріңіз азаматтарға, мынау Қазақстан азаматтары, олар сосын өздері бар, келіседі солармен, жаңағы инвесторлармен. Міне солар. Үшіншіден, мына мысалы біз мына қоғамдық мына кеңес құрылды. Білесіздер ғой, оның ішінде 30-дан астам адам кіреді ішінде. Соны мен қанашқаны менің. Мына біздің партия өкілін кіргізбегеніне мен соған хат жаздым да айттым, маған ресми түрде оны ойбай конкурсқа қатысу керек еді. Сіз оказывается білмейсіз, маған аударып шықты, сіз жаңағы кінәлісіз. Нағыз халықтың үнін шығаратын мына партия өкілі, үкіметтік емес ұйымдар, сосын да нағыз халықтан құрылған. Солар жаны ашиды. Қарапайым халық жаны ашиды. Сол мен айтайын деген. Жақсы, рахмет. Бүгінгі таңда Қызылорда облысында болып жатырған жер реформасы бойынша өзгерістер халықпен кездесуге халық өте аз жиналған. Себебі халық өз деңгейінде қамтамасыз етілмеген, ақпарат берілмеген, ешқандай зал өздеріңіз көріп отырғандай бос. Жиналып отырғанның 70-80% осы Қызылорда облыстық мемлекеттік қызметтің қызметкерлері ғана болып отыр. Менің өзіме партия жетекшісі ретінде ғана күні кеше бір күн бұрын ғана хабар берілді бұл туралы. Бұл отырып отырған кісі негізі халықтың ішінен таңдамаған кісі, және де жер реформасы туралы Қызылорда облысының барлық тұрғындарының атынан ол комиссияда жауап беруге ол кісінің менше білімі де нақты бұл облыс деңгейіндегі беделі де аздау деп санаймын. Халықтың сөзін жеткізбейтініне қазіргі таңда біздің толық сеніміміз жоқ. Себебі екі отырыста да мен өзімнің жеке пікірім, мен өзімнің жеке ойымды жеткіздім деген ғана нақты жауаппен шектелді. Және де қойылып отырған нақты сұрақтарға нақты жауаптар дәл осы уақытқа дейін әлі ала алмадық. Менің өзім жеке басым 4 сұрақ қойдым. 4 сұрақтың біреуіне ғана жауап беріп, үшеуіне кейіннен толығырақ жауап берсем бола ма деген сілтемемен. Бұндағы мәселеде түптілікті көздеп тұрғаны елбасының әдейідей осы билікпенен үкіметтің халық алдында жауапкершілігінің бар екендігін сезіну үшін. Сол чиновниктардың барлығы, үкімет мемлекет қызметкерлердің барлығы халықтың алдында жауапты, соған есеп берсін деген бұл жаңадан енгізіліп отырған жүйе. Енді комиссия келетін болса, комиссияға ол жаңғыз қоғамдық кеңестің төрағасы или соның мүшесі болсын деген тапсырма жоқ. Осы елде халықпен бірге жұмыс істеп жүрген, халықпен бірге араласып жүрген, сол халықтың айтқан өтініштерін, тілектерін, солардың көзқарастарын жеткізіп, сол мемлекет алдында қоя алатын адам ұсыныңдар деген ұсыныспенен мені ұсынған, оны сұрап, я сайлап бармайды, сонымен солай тағайындалған. Айтыңыз ағасы. Құрметті әріптестер, анау көтеріліп жатқан мәселе бойынша кеше бірнеше жерде кездесіп, одан ұққан бір-екі мәселені айтқым келеді. Ондағы жалпы халықтың жер сату деген мағлұматтан әлі толық хабардар емес, толық шекарасын ажыратып болмаған. Яғни айтқанда сату дегенді ол кісілердің көбісі түсініп жүр, шетелге сатады деп. Халыққа өзіміздің кәсіп қылып жатқан Қазақстанның азаматтары әрмен қарай осы елдің экономикасын көтеруге, осы халыққа жұмыспен қамтамасыз етуге өзім үшін керек деп айтқандардың бірсыпырасына халық оны қолдап, әңгімесі жоқ, онда өзіміздің халыққа жалға да беруге болады, сатуға да болатындығын мақұлдап жатыр. Сондықтан елге шығып, ауылдық округтарға дейін төменге түсіп, сол әр шаруашылықтар елдік мекендегі солардағы отырған халықтардың барлығыменен осы түсініктеу жұмыстардың бәрін жүргізген өте орынды ғой деп есептеймін. Енді қоғамдық кеңестің төрағаларына байланысты айтылатын, енді бұл жерде оның қаншалықты эффектісі болады. Мен мысалы үшін сол Қызылорда облысындағы қоғамдық комиссияның төрағасымын. Оның барлық комиссияның төрағаларын бәрін шақырып, отчет алғаннан бұл жерден ештеңе де болмайды. Одан да қолымыздан келгенше жергілікті билік органдары бар, мәслихат бар, сол халыққа барып түсіндіріп, мына болайын деп жатқан реформаның жағдайын түсіндіруіміз керек. Мына аренда деген жүйеге келетін болсақ, бұл енді бүгінгі көтеріліп жатқан мәселе емес.
Мен өткен отырыста да айттым, оны қайталап айтқым келеді. Бұл жекешелендіруменен, сатуменен арендаға беру деген 2003 жылы қабылданған заң бар, кодекс бар. Бізге қазір көтеріліп отырған соның кейбір тараптарына, баптарына өзгерістер менен толықтырулар енгізу. Ондағы көздеп отырғанымыз бізде пайдаланбай жатқан үлкен ресурс Қазақстандағы жер байлығы сол халықтың игілігіне айналмай отырылғаннан кейін барып қосымша жасалынып жатқан шаралар. Яғни айтқанда, сол жерді игеруге инвестиция тарту, арендаға беріп отырған шетелдіктерге 10 жыл, 14 жылдан бастап 15 жылға, 25 жылға дейінгі заңда ол үкіметтің қаулысымен бекітілді. Біз енді қазір соны нақтап, тиімді, тиімсіздігін ажыратуымыз керек. Сондықтан менің айтатын ұсынысым аренда шетелдіктерге беру керек, қорқатын ештеңе де жоқ. Ол арқылы біз тағда қосымша халыққа жұмыс қолы болады. Қазынаға түсетін қаржы болады. Бәріміз де түсінеміз, ауыл шаруашылығына қолдау аз, бөлініп жатқан қаражат аз, жетімсіз. Егер де ол қаражаттардың бары осы мемлекетімізде болып, сол ауыл шаруашылығына салатын болсақ, ол әрине тезірек біздің жағдайымыз жақсарған болар еді ғой. Бірақ ол қаражат қайда біздің мемлекетімізде? Оны қайдан аламыз оның барлығына бірдей? Сол мұнайымыз қазіргі біздің күнкөріп тіршілік жасап жатқанымыз. Сол мұнайға бағынышты болып отырмыз қолымыздағы. Енді біз өзіміздің қолымыздағы байлығымыз сол жерді айналымға қосып, сол арқылы өзіміздің әлеуетімізді жақсартпасақ, кім жақсартады деді. Сол үшін бізге жаңағы шетелдіктерге де арендаға беріп, сол инвестицияны тартуымыз керек. Ондағы мәселе жер бүкіл дүние жүзінде де айтып, жаңағы ғалым ағамыз да түсіндіріп отыр. Ауыл шаруашылығы әр уақытта убыточный, пайдалы емес. Ол мемлекеттің қолдауын әр уақытта талап етеді, бүкіл дүние жүзінде. Сондықтан жерге қызығушылық аз. Жерге мына біздің бастық өзіміздің де, мына халқымыздың да қызығушылығы қазір соңғы кездерде аз. Сондықтан жер 10 жылдық болатын болса, бір шетелдіктерге 10 жылға беру керек, бір шетелдіктерге 5 жылға беру керек. Бірағынан сол терең үлкен қаражат әкелетін инвесторларға да мүмкіншілік жасап 25 жылға дейін жаңағы аренданың жүйесін қалыптастырғанымыз дұрыс деп есептеймін. Оның бер жағында мына өткенде де ұсыныс айтылды. Мына көршілес шекаралас мемлекеттердің инвесторларына оған жер беруге болмайды деп. Онымыз біздің әділетсіздік, ол дұрыс бола алмайды. Егер де біз көршілес орыс бұл жерге келе алмайтын болса, Россияның мемлекет келе алмайтын болса, бұл жерге бізге Өзбекстанның азаматы келе алмайтын болса, бізге басқа жаңа шекаралас көршілес елдіміздің инвесторлар келе алмайтын болса, бізге келген ағылшын менен Европаның бәрін қайтадан тауып әкелеміз. Сондықтан ол шектеу білімше дұрыс емес деп есептеймін. Берілу керек, бірағынан шектеу жаңағыдай салынатын қаражатының әкелетін инвестицияның көлеміне қарап, түріне қарап, сол шектеу арқылы берілу керек. Енді бұл жерде шекара төңірегіндегі аудандардан жаңағы арендаға жер берілмесін дегенді мен қолдаймын. Дұрыс, көршілес мемлекеттердің шекарасынан жаңа қашық 200 километр бола ма, 300 километр бола ма, сол полосаны анықтап, содан кейін барып, жаңағы шетелдік азаматтардың барлығына да жаңағыдай жер беруге оған ықпал етуіміз керек. Біз экономикамыз үшін, осы еліміздің тіршілігі үшін, келешегіміз үшін ұрпақ деп жатырмыз. Жаңа кейбір менің әріптестерім айтып жатыр, қазақстандықтардың өзіне де жерді сатуға да бермейді, аренда. Не істейміз сонда? Не істейміз? Біз ол Қазақстан ұрпағына, сол шетел Қазақстан азаматтары жекешелендірген, ол Қазақстан азамат емес па? Ол ұрпақ емес па? Олардың ұрпақ емес па? Сонда ол қалай? Мен түсініксіз. Сөйтіп отырып тағы да екінші сөзімізден айтамыз, жаңа 5 гектар, 10 гектар, 50 гектарға дейін сол шаруаларға, қожалықтарға тегін беруіміз керек. Әшейін. Ол жекеменшік емес па? Енді осы күнге шейін айналысып жатырған, қаражат салған,
Сол адамдарға нәпақа несібе тауып беріп отырған қанша осы арада азаматтар отыр. Олардың ертеңгі жерін бәрін қайтып аламыз да, сонда ол қалай болады сонда? Не істейді сонда олар? Мәселе жекешелендіру дегенге құқық беру керек дегендегі біздің негізгі көздеп отырғанымыз. Үкіметтің де көздеп отырғаны сол. Мына сенім пайда болсын халыққа. Мына жерге салады, жер солырке. Келешегінде де әрмен қарай ешкім тартып алмайды. Ол конституциялық құқығымен қорғалады, ол жекеменшік құқы. Сондықтан оған аянбай сол жерді қарасын, құнарлығын артысын, өнімді көбейтсін. Соның негізінде барып мына қалатын салатын халыққа жұмыс болсын, сөйтіп соның негізінде экономикаға салынатын қаражат көбейсін деп. Соны көздеп отырған жұмыстары. Сондықтан түсіністікпен қарап, бәріміз сол түсінбеген халықтардың барлығына барып, үлкеніміз бар, кішіміз бар, министріміз бар, жай шаруамыз бар. Сол халықтарға түсіндіріп, бұның бәрі ортақ мүдде. Бәрімізге осы Қазақстанда өмір сүретін халықтар үшін жасалып жатқан іс-шара екендігін, мына реформаның барлығы сол осы халықтың әлеуметінің, біздің ұрпағымыздың өмірінің тіршілігі жақсарып жатқандығын түсіндіріп, осы саясатқа қолдау табуына түсініктеме беруіміз керек. Айқайлап жүргендердің бір сыпырасын менен кездестім, айттым. Кездескенде айтатын әңгімесі, жер неге сатылады? Одан не кімге сатылады? Шетелдіктерге не сатылады? Бұл жерде шетелдіктерге сатылмайды деп қайта-қайта айтылып сіздерге көрсетті ғой. Бұл жерде жер сату деген жекеменшікке сату шетелдіктерге жабық. Ол тіркелмейді. Оны қазір мынандай қылып заң жүзінде шектеп тастаған. Ол шетелдік компаниялардың пайларында жерменен ала алмайды. Олар алғанда да ақшалай қылып өзінің қаражатын. Қытайдан келген ағайындар да шетелден келіп қазақтың қызын алатын болса, ол ажырасқанда ертең ол құқынан, жер алынатыннан, ол құқынан айырылады, оған жер жекешеленбейді, пай ала алмайды. Қазақстанның қызына үйленіп, қайттан ажырасқаннан кейін оған пай болып қала алмайды. Сол кездерде барып былай езін жиып, онда бір-біріне қарайды. Дұрыс екен ғой деп. Сондықтан сол халыққа барайық, айтайық, әлде де пікірді осы таласты түсіндірейік, ол халыққа жеткізейік. Егер де жалпы бүкіл Қазақстанның халқы енді осының барлығын болмайды деп отырған жағдай жоқ сияқты. Әлде де түсінсек. Соған келісімге келіп, бәріміз де мына отырған комиссия мүшелерінен бастап, осы ортақ мүдде, бұның барлығымызға ортақ. Қазақстанның халқы біздің жаңа айтып отырған біздің ұрпағымыз үшін керек болып жатқан реформа екенін жақсы түсінгеніміз дұрыс. Рахмет. Рахмет, құрметті комиссия мүшелері.